Арыс қалалық полиция қызметкерлері Түркістан облыстық көліктік бақылау инспекциясының көшпелі бақылау бекетімен бірлесіп, қаламызда ауыр жүк көліктерінің ішкі тәртібін заң аясында рейдтік жұмыстары жүргізілді. Жүргізілген шара барысында 8 заң бұзушылық анықталып, шамадан тыс жүк артқан көліктер айыптұраққа қойылды. Жүргізілген кешенді рейдтік шараның негізгі мақсаты ауыр жүк көліктерінің шамадан тыс артуын тоқтату және жаңадан төселген тегіс жолдардың бұзылмауына жол бермеу. Рейдтік шара кезінде жалпы саны 8 аса ауыр жүк тасымалдаушы жүк көліктері тоқтатылып, айыптұраққа тоғытылды. Сонымен қатар мамандар жүктерді заңмен бекітілген шамадан аспау керектігі жөнінде жүк тасымалдаушыларға арнайы кеңес берілді. Біз Түркістан облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы Түркістан облысының әкімінің орынбасары Көшеевтің алгоритміне сәйкес және Арыс қаласының әкімінің хаттамалық тапсырмасы бойынша 11-12 шілде күні Арыс қаласында бірлескен рейдтік іс-шара жүргіздік. Іс-шара жүргізу барысында 8 өзі аударғыш жүк, ауыр салмақты жүк көліктерін айыптұраққа әкеп тоғыттық. Осында тұр қазір. Ендігі біздің ары қарай істейтін шаруамыз осы автокөліктерді таразыға түсіріп, анықталған әкімшілік бұзушылықтар болатын болса, сол бойынша хаттамалар толтырылып, шара қолданамыз. Қазіргі таңда 8 автокөлік осында тұр. Жүргізушілер қазір келіп жатыр шетінен. Кегендей таразыға түсіріп, анықталған хаттамалар толтырамыз әкімшіліктер бойынша. Бақылау барысында жүк көліктерін арнайы таразыға салу арқылы жүктің салмағын бақылауға алып, нәтижесінде анықталған заң бұзушылықтарға әкімшілік хаттама толтырылып, белгіленген мөлшерде айыппұл салынды. Айта кетейік, ережеге сәйкес жүк көлігінің бір білігінде түсетін салмақ 8 тоннадан аспауы керек. Ал тас жолдарды көбіне осы жүкті шекті нормадан артық артқан жүк көліктері бұзады екен. Әсіресе кен орындарынан құм тиеген машиналар тиісті талапта ескермейді. Соның кесірінен жолдар бұзылып, бейнетін қарапайым жолаушылар көреді дейді мамандар. Жантөре Болысмұрат, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.